мен түсінбеймін, сен не үшін жұмыс жасап жатсың, сен азанда тұрып не үшін жұмысқа бара жатсың. Ақылды болып бірақ кедей болғанның ешқандай мағынасы жоқ деп ойлаймын. Бұл нәрсе тұзақ. Біреуге сөзің жүрсін десең, билігің болсын, не байлығың болсын дейді. Просто ақша тапсайшы. Яғни баю ертеңнен басталмайды. Дәл қазіргі моменттен басталады. Бүгіннен де емес даже, прям қазір. Сен қазір істейсің соны. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман. Бүгін бізде жаңа рубрика соло подкаст деп аталады. Енді маған көп адамдар сұрақ қояды. Сол жерде мен развернуты, яғни кең ауқымды форматта жауап бере алмаймын. Осы соло подкаст форматында маған келіп қалған көптеген сұрақтарға от души максимально, развернуто, соның артындағы іргетасымен бірге, фундаменталды ойлармен бірге, убежденческий какой-то бір аппараттар талқылаумен бірге таныстырғым келеді. Өздеріңізге ыңғайлы 1:25 форматқа қойып алып, конспектлеп жазып алсаңыздар да болады. Кімге қызық? Ал біз бастаймыз. Бұның атын соло подкаст деп атадық. Бұл мен үшін эксперименталды формат. Осында отырған команда маған ұсынды. Ислам мырза, өзіңіздің ойыңызбен осында бір ойда бөлісіп көрсеңіз, адамдар қалай өздері ұнатқан болса, комментарийда өз пікірлерін бөліседі деді. Сондықтан жаңа көріп отырған адамдар болса, тіркеліп қойыңыз. Осы видеоны көріп болған соң өз пікіріңізбен айтасыз. Пайдалы болды ма, қай форматта алға жалғастырсақ болады деген сияқты. Бірінші айтқым келетін нәрсе, бүгін мен өзім жалпы где-то 10 шақты тема, 7 шақты тема дайындап келдім. Соның біріншісі бүгін ақша туралы. Және ақшаны табу ол қабілет, ол случайность емес. Өйткені көп адамдарға бізде кішкентай кезде бір сказкалар оқыған кезде в один чудесный день или бір ғажайып күні бір там алтын балықты кездестіріп қалды деген сияқты сказкаларға сенеміз. И содан кейін бізде бір қалыптасқан ой бар, убеждение қандай? Ақша маған бір күні әйтеуір бір кеп қалады, форточкадан келеді, мен өзімен өзі байып кетемін деген сияқты ойлар болады. Бұл нәрсе мен ойлаймын мүмкін, бірақ бұған тағдырыңды үстіне салу қиын да. Яғни болашағымда ертең мен случайно байып кетемін деп баю, и болашағымда сол случайно болған байлықпен болашағымды асырау деген нәрсе сәл логикаға сыймайды. Сол себепті мен ойлаймын, ол жерде случайность жоқ. Чисто әркім өзінің еңбегіне, қабілетіне сәйкес ақша табады деп ойлаймын. Ол жерде көп адамдар қалай болады, түсінбейді, ақшамен өздерінің әрекетінің байланысы шашылып жүреді, сезонный факторларды басқармайды, әртүрлі переменный факторларды білмейді. Сәйкесінше осындай бір өзі түсінбейтін, өзі басқара алмайтын, немесе өзі әсер ете алмайтын факторларға өзінің байлығын тастай салады. Яғни четверг күні маған всегда нормально ақша түсетін, мен четверг күні байым деген сияқты, ол нәрсе сказка. Одан кейін байлық деген нәрсе ол дисциплинаның жемісі. Ол жерде ешқандай кездейсоқтық жоқ. Көп адамдарда мынандай бір убеждение болады или ой. Плотно бір сделка келеді маған. Сол кезде мен $1 миллион или 100 миллион теңге табам дейді. Егерде кім осылай ойлайтын болса, ол 99.9% ықтималдықпен пожизненный банкрот болады. Өйткені байлық деген ол бір сәтте келмейді. Ол жылдар бойы келеді, жылдар бойы адам сол үшін жұмыс жасайды. Енді ақымақтық ой ғой, мысалы сіз келесіз, бүгін қарныңыз шығып біткен, денеңіз салбырап біткен, барамда бір плотно бір тренер табыла, бір тренировка істеймін, денем идеально болып кетеді деген. Ол өтірік. Сіз 500 грамдап, 300 грамдап өзіңіздің салмағыңызды, денеңізді әдемілеп дайындайсыз да. Ал егер кім сізге келіп айтса, сен 100 миллион теңге сал, болды, по жизни сен байып отырасың деген болса, ондай сказкалерге сенбей қойыңыз. Менде өзімде мынандай бір ұнайтын фраза бар. $1 миллион невозможно заработать. $1 миллион можно только накопить деген. Яғни сен $1 миллион ешқашан өміріңде таба алмайсың. Егер сен гений болмасаң, какой-то бір Гарвардты менсінбей шығып біткен, Стэнфордты бір жеріне қыстырмай лақтыра салған сияқты бір гений болмасаң, папа мамаң уже миллиардер болып или доллар мультимиллионер болып отқан болса, сол кезде мүмкін $1 миллион таба алатын шығарсың. Былай, бір стартаппен или бір гениальный идеямен деген сияқты. Ал бірақ біз среднестатистический семья, более-менее қаржылай мүмкіндіктері шектеулі отбасынан шыққан болсақ, $1 миллион бұлай таба саласың деген мен сенбеймін. Өміріңдегі $1 миллион. Поэтому оған адам өзінің қаржылай жоспарын құрастырып, 5 жыл, 10 жыл, оның өзі өте тез уақыт деп ойлаймын $1 миллион үшін. Солай еңбек етпесе, онда ол нәрсеге жету мүмкін емес деп ойлаймын. Қазақстандағы мен статистиканы сізге айтайын. Қазақстандықтардың орта жасы 32-де. Қазақстанда вообще әлем бойынша алатын болсақ, $1 миллион капиталы бар адамдардың орта жасы 57-де. 57 жаста болады.
Және долларовый миллионерлер, хотя 1 миллион доллары бар адамдар, олар бүкіл Қазақстанның 0,2% мөлшері ғана. Яғни 20 миллион халықтан 44 мың адам ғана доллар миллионер, хотя 1 миллион доллар бар адамдар. Сонда орташа есеппен 57 жасына дейін 1 миллион доллар жинау мүмкіндік ықтималдығы 0,2% қой. 0,2% деген енді осыдан кейін түсінуге болады, что 99,8% адамдар өмірінде 1 миллион долларға да дүниеге де жете алмайды. 57 жасында. Сондықтан 5-10 жылда 1 миллион долларға жету деген нәрсе, именно статистикалық түрде айтатын болсақ, бұл фантастика. Енді фантастика сол 1%-ның ішіне кіретін болса, мен ойлаймын фантастика. Сондықтан ол фантастика қол жеткізу үшін сізде бір ұзақ мерзімді финансовый стратегиямен жұмыс болу керек деп ойлаймын. Сіз қалай боласыз? Осы жерде өзіңіздің пікіріңізді бір паузаға қойып ойланып кетсеңіз болады. Мен бұны көп талқыладым, көп ойландым. Әр істерімді кері байланыс өзіме бергім келеді, фидбак дейді ғой. Солай ойланып, қалай болды бұл менікі дұрыс па, мен асығыстық танытып жатқан жоқпын ба, немесе мен еріншектік танытып жатқан жоқпын ба деген сияқты түрлі сараптамаларын өткізуге тырысам. Сондықтан кімде-кім 10 жылдың көлемінде 1 миллион доллар капитализацияға жеткен болса, оның өзі былай шапалақ ұратындай керемет нәтиже деп ойлаймын. 30 жас болсын, 40 жас болсын, 50-де болсын, ол өте керемет нәтиже. Ақша табу енді көп адамдардың қызығушылығы, особенно жас кезде, одан кейін бір қонаққа барамыз, сол кезде бір неше түрлі адамдар көреміз, жағдайы жақсы, үйінде жақсы, бәрі жақсы. Соңғы енді біздің бірінші түсетін назарымыз қайда түседі? Кім қанша ақша табады деген. Яғни адам көп тапса ақшаны, ол тема деп. И бүкіл адам көбірек ақша табуға фокус қояды. Бұның бір жағынан жақсылығы, бір жағынан жамандығы да бар. Жақсылығы қандай? Әрине көп ақша таппасаң, сен қалай 10 жылдың көлемінде как минимум 1 миллион долларға жетесің. Мақсат 1 миллион доллар болмаса болмайды, біз өмірден өліп қаламыз деген нәрсе емес. Мәселе ол какой-то бір уровень да. Мына адам бір нәрсеге жетті, значит басында бір нәрселері дұрыс деген сияқты бір түсініктемен бере алатындай нәтиже деп ойлаймын. Сондықтан мен 1 миллион доллар деп сөйлеймін. 100 миллионның өзі де әжептәуір ақша. Және айтайын дегенім, көп ақша табуға ұмтылу жаман емес те, жақсы емес те. Яғни жақсы бір жағынан сол байлықтың негізі. Ал жамандық қандай? Көп ақша тапсам болды дейді, мақсат сол жерде шектеледі. Сол жерден өз мақсатын тоқтатады. Бірақ ол тек негізі ғана, яғни бір нәрсенің іргетасы. Үй салатын болсаң, фундамент салып алып, болып жата бермейсің ғой. Оның дуалын салу керек, терезесін қою керек, крышасын жабу керек, ішіндегі отделкасын жасау керек, мебель жасау керек. Дәл сол сияқты көп ақша таптым, фундаментін құрып алдым да, енді үй өз-өзіне сала салады деген нәрсе емес. Ол ары қарай кірпішін қалау керек, оның левкасын жасау керек деген сияқты оның жұмыстары көп. Получается, ақша көп табу ол бір қабілет. Және ақшаны ары қарай сақтап, оны көбейту, ол одан бір 2 немесе 3 есе қиын, әрі де былай айтсам, қиын не с точки зрения исполнения, яғни іске жасыру ол қиын емес, бірақ психоэмоционалды түрде өте қиын және ауыр. Ол моментте көбісі ұтылып қалады, жеңіліп қалады. Сол себепті ақша табуға фокус салу, ол жұмыстың жартысына жетпейді. Одан да ол тапқан ақшамды қалай жаратамын, қайда жұмсаймын, менің тапқан ақшам маған ертеңіме қалай қызмет ету керек деген сұрақтарға жауап беру, ол өте, қалай айтсам болады, сұрақтың діңгегі негізі сол. Дальше, үшінші. Сол көп ақша табуға байланысты көбісі былай айтады, жаңа ақша таптым, бәрі осымен бола береді деген адамдарда мысалға айтайын. Кезіндегі 2000 жылдардың басындағы, 90 жылдардағы хит адам Майк Тайсон. Енді Майк Тайсон мынандай кездері болған ғой. Барып бір түнде 500 мың доллар жарататын кездері болған. Әшейін барады, ішіп шайып тастай салады, короче, бәрібір да, өйткені ол өмірдегі ең қымбат боксер болған сол кезде. Өте қымбат гонорарлар төленген. Ол сөйтіп бұл ақша келе береді деп ойлаған. Соңында ол бір рет емес, бірнеше рет банкрот болған адам. Соңында налогын төлей алмай, почти сол уголовный сұраққа дейін барған адам. Сондықтан мен сізге айтайын, ол ақша келе береді, өмірдегі ең қымбат боксер болсаң да, ертең банкрот болу ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан көп ақша табу деген нәрсе это не показатель, это просто фундамент, которым надо пользоваться және қолданып ары қарай өз үйіңді, өз капиталыңды құрастыратын негіз ғана. Одан кейін жаңа айтады кететін нәрсе, Майк Тайсон ол обычный жаңа қарапайым отбасының баласы, біздің тілмен айтқанда кедейдің баласы. Кедейдің баласы, көрдіңіз бе, өзінің убежденческий аппаратын өзгертпей, ол байымайды. Сол сияқты бізде де қарапайым отбасынан шығып, өзімізді дамытпай, өз ойларымызды ары қарай алып кетпейтін болсақ, онда біз қалай Абай атамыз айтқандағыдай, асықпаңыз, жанбай жатып сөнуге деген сияқты,
бізде сәл искра шығады да ары қарай тұнып қала береміз, өшіп қала береміз. Олай болмас үшін мен ойлаймын, әркім фундаменталды өзінің ойларын өзгерту керек. Келесі адам Майкл Джексон. Біз білеміз қандай ол звезда болған, ол үшін қандай құрбандарға барған, қандай артист болған, қанша 50 шақты операция көтерген сол үшін. Ол өте үлкен құрбан. Даже сонша жасап жүріп те, үлкен ақша тауып жүріп те, ол қаржылық қиындықтар сезген адам. Енді оның себептері көп деп айтады. Біріншісі, продюсер алдап кетті, былай солдап кетті деген сияқты. Оның өзі де адамның сауатсыздығының көрсеткіші болып табылады деп ойлаймын. И ол кісі өте сол продюсердің кесірінен қатты қиналған адам. Сондықтан айтатыным, ақша табу бір қабілет, ары қарай оны қалай жұмсау, қалай оны қолдану, ол вообще бөлек әңгіме. Өзіміз білетін эшшари, эшши бөліпте деп бірінші айтады, одан кейін самса тәттімі бірінші тәтті деген сияқты өзіміздің өлең айтатын 50 Cent. Ол да әжептәуір қарыздарға кірген банкрот болған адам. Хотя кезінде 50 Centті кім тыңдамады, кім қазір тыңдамайды. Өте қатты мысалға уақытқа тәуелсіз по-своему енді қаншама ғасырлар, жылдар өтіп жатыр, десятилетия, декадалар өтіп жатыр, сонда да 50 Centтің әндері өшпейді. Енді біз соңында айтайын дегенім, қанша сен алып болсаң да, қанша көп табыс тапсаң да, оны қалай ары қарай сақтап көбейтуді білмесең, онда банкротство сені құшақ жайып күтіп отырады. Соның ішінде Роналдиньо да бар, басқа да футболист, спортсмендер де бар, жетеді. Осы моментте өзіңіздің пікіріңізді комментарийлерде бөлісіп, не түсіндіңіз, қандай бір ой алдыңыз, тоже бөлісіп қойсаңыз болады. Немесе осы жерде мен Instagram парақшам шығады, сонда кері байланыс білдіріп жазып қойсаңыз болады. Мен білмеймін, неге бұл айтып жатырмын, өйткені мен білмеймін бұл видео сіздерге ұнай ма, ұнамай ма. Мен қазір мына видео не үшін жазып жатқанымды да білмеймін. Бұл видеода мен ешқандай пайда көрмеймін. Егер керек десеңіздер, ары қарай мүмкін жалғастырармын. Сондықтан бұл мен үшін новый модель, новый бір формат, кері байланыс маған керек. Сондықтан видеодан пайда болса, немесе мыжындап кетсем, айтыңыз. Екінші блокқа келдік. Екінші блокта мына нәрсе. Финансовая дисциплина ол өте іш пыстыратын, яғни скучный суперсила. Суперсила дегеніміз енді өзіміз білеміз, Марвелді көрдік, бір Халк, Железный человек, Капитан Америка деген сияқты сондай бір қабілет олда. Күш. Бай адамдар ақылды болғандар емес, күнделікті іш пыстырарлық нәрселерді қайталап жасағандар. Получается, күніге бір жаңа нәрсе істеймін да, байып кетемін деген нәрсе, ол өтірік. Байлық деген қайталанатын, скучный жиналатын нәрсе. Мысалға, енді мен күлекештеймін, көбісі ислам мырза не жаңалық дейді. Шынымды айтсам, көп жағдайда менде жаңалықта жоқ. Өйткені мен ол жаңалықтар жасау үшін көп энергия кетеді, ойлану керек, ол іске аса ма, іске аспай ма, көп нәрсе да, енді рисктар бар. Сондықтан жасаған жұмысыңды жасап, тапқан табысыңды инвестицияға арнап, бір шам айтқан кезде бүйтіп жүріп ақшаңды жинау керексің да. Егер олай жасамасаң, бір күні мына тойға бардым, бір күні туған күнге бардым, бір күні машина алдым, бір күні шетелге шықтым деген әңгіме айтатын болсаң, онда ойлану керек. Слишком көп телодвижение, яғни движение көп деген сөз. Ол кезде фокус от главного кетіп қалады. Келесі, бюджет жүргізу. Тренажерный зал для мозга. Яғни сіз не үшін ол бюджет жүргізіп жатсыз? Не үшін сен кірісіңді, шығысыңды санап жатсың? Ол қалай сіздің баюыңызға әсер етеді? Ол бюджет арқылы не нәрсені іске асырғыңыз келеді деген нәрселер болу керек деп ойлаймын. Просто так расход пен доход санаудың вообще смысл жоқ. Яғни сізде план болу керек. Мен мына айда мынанша теңге ақша тапқым келеді. Оны тапқаннан кейін мынанша теңге үйіме, мынанша теңге продуктіге, мынанша теңге қыдырысыма, мынанша теңге болашағыма деп оны бөліп, сол планмен жүруге тырыспасаңыз, онда қандай ақша келді, қандай ақша кетті, сәттің құрбаны болып өмір сүріп кетуіңіз мүмкін. Мысалы, менде енді мақтанғаным бола ма, білмеймін, енді өзіңіз көресіз, 1 теңгеге дейін саналады. Біреулер айтады, 2-3 теңгелік расходың санамайтын шығарсың, шли, мелочитесь. Мырзалар, ханымдар, айтайын, 2-3 теңгеден басталады. Мен оны өзім санамаймын, өзім санайтын сон жүйем бар. Мен финансист болып жұмыс жасадым. Бірнеше жүздеген или ондаған миллиард оборот жасайтын компанияларды тексерген кезде, оларда сол тиын теменге дейін саналады. Кеше ғана футбол ойнаған кезде, сол аудитор жігіттермен сөйлесіп жатқан кезде айтады, 1280 теңгелік чектерген, бухгалтерский документтерген тексереміз дейді. Енді ол жағынан олар налиды, надоел жұмыс деген сияқты. Бірақ ол қаржылай баюдың, өсудің іргетасы, фундаменті. Онсыз болмайды. Сіз әр тиын санау керексіз. Мелочник болғым келмейді. Жоқ.
кез келген бай адам ақшаны үлкен кіші деп ажыратпайды. Ол сол ақшаның, мысалға кейбір зат 150 теңге тұрса, оған сен күнге 200 теңге төлеп жүрсең, ол бай адам сұрақ қояды, мен неге 50 теңге артық төлеп жатырмын дейді. Хотя оның бірнеше миллион доллар болуы мүмкін. Мәселе бұл жерде менің ақшам бар, значит мен жарата аламын деген сөзде емес. Бұл нәрсе тұзақ. Сондықтан әр тиыныңды санап, ол тиының не нәрсе кетіп жатыр деген нәрсені ойластыру керек. 200 теңгең әр сағат сайын кететін болса, мен ойланып көрер едім. Ол милости жазу керек па, жазбау керек па деген сияқты. Сондықтан әр теңге саналу керек. Ол кіші, үлкен деп бөлінбейді. Одан кейін келесі нәрсе, я заслужил, яғни мен пахат еттім ғой, мен алсам болады ғой, мен ақша жаратсам болады деген сияқты ойлар болады. Бірақ бұл тұзақ. Мен айтпаймын, ақшаның құлы болыңыз, ақшаны вообще жаратпаңыз. Ақшаны жаратуға болады, бірақ жоспарлы түрде. Енді біреулер ренжиді, мә, ислам вообще қызық емес қой өмір сүру. Ешқандай эмоция жоқ, анау пландап істейсің. Енді сізге өзіңізге өмірде қызық эмоциялар керек болғатса, онда любой барып бір кедеймен араласып көріңізші 1-2 сағат. Сізге неше түрлі эмоциялармен бөліседі. Егер сол эмоциялар сізге желаниеңіз болып тұрса, сол эмоцияларды сезуге, сол ситуациялардан өтуге, и сол ситуация өткен екен, келесі күн тағы да бір новый ситуация шығып, оғанмен арпалысып жүруге желание болса, онда өз еркіңіз, мен сізге ешқандай нәрсені істеме деп айта алмаймын. Енді сіз қалай ойлайсыз? Менің ойым осындай. Енді менде де эмоциялар бар, бірақ андай безрассудство жоқ та, яғни санасыз түрде, сараптаусыз түрде, пофиг, кеттік, ехала, go деген нәрсеге мен құптамаймын. Бүкіл нәрсені есептеуге тырысамын, заранее сараптан өткіземін, одан кейін барып жасауға тырысамын. Короче, шалыс кетілік қой. Енді 3-ші блокқа келдік. Мынандай болмайды, типа, мен бай емеспін, потому что мен аз ақша тауып жатырмын. Мен бай емеспін, потому что ақшам жетпей жатыр деген нәрсе жоқ. Сен бай емессің, мен ойымша өзім айтамын, мен бай емеспін, мен тек артық нәрсеге ақша шашамын. Яғни қазақша керемет сөз бар, қалтаңа қарап көсіл деген. Ол енді қалай десе болады, көрпеңе қарап көсіл дей ма, қалай айтады? Көрпеңе қарап көсіл дейді. Енді біздің тілде қалтаңа қарап көсіл дей салайық. Егер қаржылай мүмкіндігің жоқ болса, сенің ол нәрсеге ақша жаратуға негізі құқығың жоқ. Бірақ ол құқығыңды бұзасың, үстесінде өзің лайықты емес шығындарды төлеп бастайсың. Содан кейін ақшаң жетпей бастайды, содан кейін айдан айға сен қарызға бата бересің. Одан шығу үшін бірінші очередь, мен мына расход төлегім келеді. Мысалға айтайық, элементарно адам квартира жалдайын деп жатыр. Квартира жалдау оған қымбатырақ ақша тұрады делік. Бірақ ол адам хостелда тұрғысы келмейді, общагада тұрғысы келмейді да, ол өзінше квартирада тұрамын деп бастайды. Оның доходы жоқ, бірақ доходы шектеулі. Сол кезде мен ойымша, сен пока хостелда тұра тұр, бірақ өзің айтасың, хостелда тұрған ұнамайды, ішінде сасиды, дұрыс емес адамдар жүреді, жеке пространствоң жоқ, түнде жалып қалады деген сияқты, әртүрлі өзің минустар бар, общественный душ деген сияқты. И өзіңе ұнамайды ғой, дискомфортқа әжептеуір. И өзіңе уәде бересің. Мен мына жерден мынанша теңге таппайынша, мен хостелдан шықпаймын деп. Сол кезде өзің организмің шаршағаннан кейін жынданып барып жұмыс істейсің. Сол жұмыс істегеннен кейін тапқан табысыңды, пожалуйста, келесі жолы ыңғайлы бытовой, яғни тұрмыстық жағдайға жаратуға болады деп ойлаймын. Сондықтан жағдайың жетпесе, сәл бите тұрған дұрыс деп ойлаймын. Ол қаржылық принциптердің негізі. Енді бірлер келіп айтады, өзің экономить етпе, осылай да осылай деген сияқты. Ребят, обратно, ол байлық қалып келетін нәрсе емес. Ол риск қалып келетін нәрсе. Риск, көп риск көбейген сайын табыс көбейеді деп ойлайды адамдар. Жоқ, риск көбейген сайын қадалулар көбейеді. Сондықтан кімнің қадалуы аз болады, ол долгосрочный перспективада байи береді. Дальше идем. Қолыңдағы соңғы модельдегі iPhone-ды алып алады, бірақ депозитінде артық ақша жоқ. Енді крутой болып көрінеді да. Показушный роскошь алып алады, бренд киімдер алады, әдемі болып көрінгісі келеді, декоративный косметика алуы мүмкін. Енді өзіңіз ойлаңыз, киім дегеніміз не? Ол 20 жылдан кейінгі тряпка. Машина дегеніміз не? 20 жылдан кейінгі металлолом. Косметика деген не? Бір күндегі суға, канализацияға кететін какой-то бір смесь. Мен айтпаймын ол нәрселерді қолданбаңыз деп. Қалтаңыз жеткен кезде қолданыңыз. Қалтаңыз жетпегенше үнемдей тұруға болады, егер бай болғыңыз келсе. Ал егер де жоқ, мен бір сәтке әдемі болғымыз келеді, или бір сәтке машинамен дерзко жүргім келеді десеңіз, сонда алыңыз.
Екінші өзіме көп жақсы көмектесетін сұрақ мындай: неге бұл затты сатып алдың? Керек пе еді ол саған? Не үшін сатып алдың? Білмеймін. Сатып алу керек емес. Мендегі сараптамада бір сұрақ: это необходимая вещь, яғни бұл маған мұқтаж зат па? Мен бұған мұқтажмын ба? Я болса төлеймін, базар жоқ, төлеймін. Мұқтаж емеспін ба? Ертең ойланамын. Ол жарату не обязательно. Мысалы, біреуде 1 миллион теңгесі артық болса, сразу там Каспийға кіріп, Каспий тревелді қарап, Вьетнам, Фукуок, там не бар, Таиланд, ОАЭ, жаңағыдай Турция деген сияқты саяхаттарды жоспарлай бастайды. Енді әрине саяхат керемет, бірақ оның екінші жағы бар да, сен бір саяхатқа барып алып, оны сен ертең нан қылып жей алмайсың ғой. Сондықтан, пожалуйста, ойланыңыз, саяхатқа бару керек па, әлде инвестиция жасаған дұрыс па? Одан кейін инвестиция обратно ол риски. Ешқандай гарантия жоқ, сен байисың деген. Бірақ какой-то бір ықтималдығы бар. Және соған қарай жүретін болсаңыз, мен ойлаймын, 10 жылдың көлемінде өзіңізге артыңызға қарап, Аллаға шүкір деп өмір сүре аласыз. Үф деп демалып ше. Егер олай болмаса, сіз де өмір бойы осылай жүгіресіз, одан кейін солай эстафетаны балаңызға бересіз. Балаңыз дәл солай шырпыр болып жүгіреді. Енді білмеймін, енді мысалға мен 27 жасымда өзіме пәтер алдым. Пәтер алу деген жолға дейін біз әйелім екеуміз үйленбей жатып та қаншама қиындықтар көрдік. Қазір мысалы жас отбасыларда мен ойлаймын, білет деп ойлаймын, қанша үйлерді көресің, ипотека төлейсің. Қанша ол отказдар, бала шағамен шырпыр болып көшіп жүру, өте көп қиыншылықтар и так далее. И ол нәрсе обычный отбасының бірінші 10 немесе 10 жылдық творческий потенциалын жеп қояды. Не үшін деген кезде элементарно ата-анасы ол нәрсенің базасын қамтамасыз етіп бере алмады. Ата-ананың кінәлауы бұл жерде дұрыс емес. Оның орнына просто одан сабақ алу керек деп ойлаймын. Ол кісілер жасайтын жасады, енді одан сіз ары қарай мықтырақ жасау керексіз ғой. Получается, олар өздерінің деңгейінде максимум жасады. Енді сіз өзіңіздің деңгейіңізде максимум жасау керексіз деп ойлаймын. Сондықтан болашағыңызды өзіңіздің және балаңыздың өсуіне, дамуына, как минимум шаршап, қиналып, арендадан арендаға жүріп, какой-то бір ломбардтарға немесе микрозаймдарға жүгінбес үшін осындай бір базовый финансовый уровеньді қойып беру керек деп ойлаймын. Осы жерде өз пікіріңізбен бөліссеңіз болады. Не істейміз? Қымбат заттар аламыз ба, әлде инвестиция жасап жинаймыз ба ақшамызды? Не дейді енді, тас код болып ақша жинаймыз ба, әлде өзіміздің эмоциямызға ерік береміз ба? Тоже бөлісіңіздер. Одан кейін мынандайлар болады адамдарда. Өздерінде былай айтады, кедейлік запрограммированный, вшитый дейді ғой, тігілген да ішінде. Заводская настройкасымен. Ол қалай? Мен ақша жинай алмаймын. Мен инвестицияны түсінбеймін дейді да, рахат отыра береді, короче. Неге? Мен просто ақша жинай алмаймын ғой, мен просто. Атак жинап тастауға болатын еді, просто мен жинай алмаймын да. Инвестиция жасайын десем, просто түсінбей жатырмын ғой дейді да, өзіне бір керемет отмазка тауып алады да. Ешкім инвестицияны түсініп тумайды. Ешкім ақша жинау қабілетімен тумайды. Барлығы оны үйренеді. Үйренуге Алла Тағала бізге сана, қабілет, уақыт, энергия берген. Неге соны қолданбасқа, оны істемеске? Просто өзіңізде сондай ой болуы мүмкін, мен бай бола алмаймын, маған қиын, мен түсінбеймін. Ол еріншектің сылтауы. Немесе қорқақтың, яғни орысша айтқанда трус. Қорқаттан істеуге, сол жауапкершілікті алуға, мен бай боламын деп өзіне мойындауға қорқатты, сөйтеді. Просто мен қабілетім жоқ деп бір тағдырына или Аллаға сол жауапкершілікті ақтап тастай салады. Просто мен байитын едім, просто қабілет жоқ та деген сияқты. Ребята, все можно нарастить, бәрін істеуге болады. И өзім мен солай ойдамын. Өзіңді сен дайындауға болады, дағдылауға болады. Мүмкін сен қабілетің сәл төменде болса, ұзағырақ мерзімді алу мүмкін, бірақ бәрібір істеуге болады да. Инвестиция жасау үшін ақылды болу керек емес. Өтірік ол. Сәл өзің бір нормативтар бар, соны істеп үйренсеңіз болды. Одан кейін келесі нәрсе, ата буыннан, яғни әке шешесінен, ата әжесінен бедное мышление сіңіру. Кредиты, долги, всегда минуста жүру, газ, пол, яғни до конца ақшасын жаратып тастау деген нәрселер. Бұл енді өте ауқымды тема. Қысқаша айтатын болсақ, мынандай. Бізде қоғамда үлкен бір мынандай нәрсе бар. Сакрализация родителей деген, яғни ата-ананы періштеге теңеп қояды. Яғни қателік жасамайтын идеал адамдарға теңеп қояды, сәйкесінше өздері қиналады. Ата-анамыз обычный адамдар, олар қателіктер жасайды. Олар өздерінің эмоцияларының иногда құрбаны болып қалуы мүмкін.
Сондықтан сізге Алла тағала сана берді ма, сізге ата анаңыз тәрбие берді ма, сол тәрбиені қолдану арқылы өз ата анаңыздың өміріне какой-то бір рефлексия жасап, олардың жасаған қателіктерін қайталамай өмір сүруге болады. Бірақ ата анаңыз егер сізге де жаңағыдай болады ғой, енді агрессивный түрде насихаттау жүргізіп жатқан болса, былай істемеу керек деген сияқты, сіздің жеке басыңыз бар. Ертең бала шағаңыз неге анауым жоқ деген кезде атаң сөйтіп айтты или әжең сөйтіп айтты деп сіз құтыла алмайсыз. Сондықтан жаңағыдай ғой, ата ананы адам ретінде қарастырып, оларға адам ретінде сыйластық көрсетіп, бірақ идеал періште деп қарастырудың құрбаны болуға, көбісі соның құрбаны болады. Солай құрбан болмасаңыз, мен ойлаймын, какой-то өзіңіздің мнениеңіз пайда бола бастайды. Әрине, арасында түсініспеушіліктер болуы мүмкін, қиыншылықтар болуы мүмкін, ол нормально. Өйткені ата анаңыз сияқты өмір сүруге сіз парыз міндетті емессіз. Яғни біреу военныйдың баласы, папасы айтады, сен военный боласың дейді, ол военный болу парыз емес та. Ол өзінің тағдыры бар, өзінің ойы бар, өзінің қалаулары бар, сонымен өмір сүрсе, мен ойлаймын, жақсы болады деп. Енді әркім өзі шешеді, пайдаңызға, өзіңізге керегіңізді алыңыз. Тағы культура. Қазір алып алу, кейін төлеу. Яғни кредит, рассрочка, ред, Каспий ред дейміз, тағы не бар? Микрозайм, до зарплаты, бір нәрсе, шыр нәрсе дегенге. Мен көзқарасым мынандай. Ләж болса, яғни мүмкіндік болса алмаңыз. Біреуге кредит алып беру деген тем более. Вообще болмайды. Ол анандай ғой, мынандай ғой. Да хоть не болса да біреуге кредит алып беру деген нәрсе болмайды деп ойлаймын. Не болмасын. Там Құдай сақтасын, бірақ енді мысалға біреу операция болып жатыр, бір жағдай болып жатыр и так далее. Ұлыңыз болмаса, қызыңыз болмаса, мен ойлаймын, ол кредит алып беру біреуге оңатын тірлік емес. Өйткені оған сіз жауапты емессіз. Яғни сіз оған жауапкершілік тартпайсыз. Көмектесу, көмектеспеу әрине өз еркіңіз. Көп жағдайда ол жақсылықпен алып келмейді. Даже бүгінде мысалға бүгін TikTok-тан шығып жатыр, бір блогер біреулерден ақша алып, қайырымдылық жасаймын деп олардың үйлерін сатып жіберген деген сияқты, басқа біреуге көмектесемін деп оларды да алдап кеткен деген сияқты. Сіз білмейсіз, сізден адам сұрап жатқан шындықты айтып жатыр ма, өтірікті айтып жатыр ма, ол сіз беріп жатқан ақша көмектесе ма, көмектеспей ма? Мен көмектеспе деймін, көмектесіңіз. Қалтаңыз сол дәрежеге жеткенде. Егер олай болмайтын болса, өзіңіздің қыруар жылдардағы еңбегіңіз бен болашағыңызды сіз осыңыздан ұрлап аласыз. Біреудің проблемасы үшін деген сияқты. Енді өзімізде понятие бар, мынандай хороший парень не профессия деген. Жақсы жігіт ол мамандық емес. Болады ғой, әйелдер болады, күйеулер болады. Күйеулер да бірақ сондай бір жұмсақ мінезді болады. Әйелдер всегда оған ашуланып жүреді. Мә, сен надоелсің деген сияқты. Неге сен өйте бересің деп күйеулеріне ренжиді. Неге? Өйткені күйеуі отбасының интересін бірінші орынға қоймайды. Ол өзінің жұмсақ мінезімен барлық адамға қол ұшын созғысы келеді. Бірақ ол травмадан бола ма, әлде өзі действительно сондай кеңпейіл адам ба, мен білмеймін. Бірақ көбінде ол оның семьясына, оның отбасына жақсы әсерін бермейді. Көп жағдайда, қазір келесін айтамыз, ол хейтқа тікелей пара-пар жүреді. Қазір айтамын. Инвестиция жасау, жаңағы нені айтып отырайық, айтпақшы, қарыздарға байланысты. Каспий ред деген нәрсені мен мүлдем қолдамаймын. Ол нәрсені вообще қолданбау керек деп ойлаймын. Екінші нәрсе, Каспий рассрочканы да қатты қолдамаймын, бірақ анда-санда ойланып көруге болады, если ол инвестициялық мақсатта жұмыс істеп жатқан болса. Келесі нәрсе, кредит деген нәрсені алуға болады, мен ойлаймын, бір ғана жағдайда. Ипотека мүмкін, жақсы үй болса. Либо екіншісі, ол бизнес-кредит. Яғни бизнес-кредит для чего? Для увеличения мощности узкого горлышка. Яғни тек қана бизнеске, және бизнестің тығырыққа тіреліп қалған момент, яғни жүріп тұрған бизнес ол. Сол мына жерінде мынаны көбейтсем, менің табысым одан сайын еселейтін еді ғой деген нәрсе болса ғана, соған өзіңнің оборотыңнан 3 есе кем мөлшерде ақша кредитке алуға болады деп ойлаймын. Ал қалған жағдайларда ол ақша сізге береке болып келмейді. Сондықтан көп адам инвестор іздейді. Бір 10 миллион теңге инвестиция керек, бүйтейін деп едім, сөйтейін деп едім. Мен пока 19-дамын, ешқандай бизнес ашпағанмын, бірақ 30 миллион теңгеге бір ресторан ашам, бір бәледе шер бәле деген әңгімелер көп жағдайда жақсылықпен бітпейді. Сондықтан ақшасыз да кәсіп жасауға болады. Просто оборот үлкен болмауы мүмкін, маржа үлкен болмауы мүмкін, бірақ оның өзінде де жақсы табыс тауып көріп өзіңді асырауға болады. Өз байлығыңа қызмет етуге болады. Сондықтан
инвестиция ол проблема шешпейді, кредит ол проблеманы шешпейді, Каспирет өмірді жеңілдетпейді. Ол өтірік. Ол нәрседен желательно аулақ жүріңіз, максимально жоламауға тырысыңыз. Мысалға мен де қазір осы съемканың алдында бір жігітпен кездесіп келдім, инвестиция туралы сөйлестік. Инвестиция құю мөлшері 20 миллион мен 30 миллион көлемнің арасында. И, конечно, маған выгодно, инвестор ретінде оған келіп, мен саған ақшаны беремін, давай маған жұмыс істе деген сияқты. В общем, ақшам маған жұмыс істейтіндей келісім шартқа келу маған выгодно. Бірақ арты берекесіз болатын болса, егер соған ойым болатын болса, мен ол максимально айтамын. Егер сіздің мүмкіндігіңіз болса, лучше инвестормен жұмыс істемеңіз. Өйткені инвестор бөлек адам, отчет талап етеді, онымен санасу керек, оны да байыту керек. Не бар-та, лишний стресс, өзің қиналасың. Зачем? Өзің ақшаң болса, өзіңмен істесейші, немесе сол дәрежеге өзің жететіндей қылып сызып алсайшы, сабыр сақтасайшы деген нәрселерді айтуға тырысамын. Өйткені қалай айтсам болады, сол дұрыс. Лучше работать без инвестора. Енді көп айтады, бизнес делается за счет чужих денег, анау-мынау деген. Біз айтып жатқан нәрсеміз $1 миллион дейінгі әңгімелер. $1 миллион жету үшін обязательно маған инвестор керек деген нәрсе өтірік. Конечно, если $10 миллион, $40 миллион, $100 миллион табам десең, возможно, саған инвесторлар керек шығар. Бірақ біз $1 миллион туралы айтып жатырмық, және $1 миллионды 10 жылдың көлемінде жету бойынша айтып жатырмық. Бұл жерде мен ойлаймын, инвесторсыз да жетуге болады. Инвестиция жасау қиын емес, қиыны ақшаны шашпау, яғни ақшаны сақтап қалу. Инвестиция жасау бұл кішігірім әдет, бұл гениальность талап етпейді. Менде өзімде бір әдет емес, бір раздражение бар. Қандай, егер ақшаны просто жаратып жатсам, менде раздражение болады. Неге? Өйткені ол ақша менің еңбегіммен келді, мен ол еңбегімнің зая кеткенін қаламаймын. Сол себепті ол ақшаны капиталға отырғызу үшін мен инвестиция беруге тырысамын. Яғни инвестиция жасаймын, инвестиция жасағаннан кейін ол маған енді не всегда, но көп жағдайда плюспен қайтады. И сол плюсы менің еңбексіз тапқан ақшам болғаннан кейін мен инвестиция көп жасауға тырысамын. Қазақстанда қандай инвестиция түрлері тиімді және оңай дейді. Біріншісі ол үйлер алу деп ойлаймын. Бізде өте жақсы бір критерий бар. Это рост населения, яғни адамдардың саны, ауыздардың саны Қазақстанда көбейіп жатыр. Ол өте жақсы. Неге? Өйткені әрбір балаға, әрбір тұлғаға жеке квадратный метрлер керек. Сондықтан ең тупой, ең простой метод инвестирования ол недвижимость болып саналады. Оның ішінде жер болуы мүмкін, немесе квартира болуы мүмкін, немесе коммерциялық нысан болуы мүмкін. Қайсысы ыңғайлы өзіңіз көріңіз, бірақ обратно тек недвижимостьқа ақша салсаң пайда көресің деген ол да өтірік. Санау керек, сараптау керек, зерттеу керек, мамандармен ақылдасу керек. Анда-санда бұғжау керек, яғни ұтылып тұру керек. Андай, саған мынаны ескермеппін ғой деген сияқты түсініктер былайша айтқанда қалыптасу керек. Қайсысы жеңіл, iPhone алу ма, әлде ақшаны депозитке салып қою ма? Мынау сұрақ енді сәл не сияқты андай. Бірінші класс дей ма? Білмеймін енді. iPhone $1000 тұрады емес па? Ары кетсе $2000 тұрады. Екеуін де сатып алсаңыз, ол үшін жақсы жұмыс істеу керек, жақсы сату бойынша, продуктовый линейка бойынша, бизнес бойынша адам білім болса, екеуін де жасай алады. Бірақ iPhone алу мен депозитке салудың айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. В общем, ладно, некорректный сұрақ, пропустим. Одан кейін адамдар жұмыс жасайды, бірақ қаржылық мақсат қоймайды. Не үшін жұмыс жасап жатқанын білмейді. Қанша годовой прибыль тапқысы келетінін білмейді. Енді өте бір күлкілі нәрсе, жылайтын нәрсе. Мынандай да. Просто жұмыс бастайды, бірақ годовой план жоқ та. Мен түсінбеймін, сен не үшін жұмыс жасап жатсың? Сен азанда тұрып, не үшін жұмысқа бара жатсың? Сенде қандай план осы жылға? Келесі жылға қандай план? 5 жылдан кейін қандай план? Сен осы жылда өзіңнен не күтесің? Және не үшін оны жұмыс жасайын деп жатсың? Бұл 1 жылдық өміріңді не үшін ардан деп жатсың? Алла тағала саған 1 жыл өмір берсе, сол 1 жылдық өміріңді қайда жұмсайсың? Енді ол қайтпайды саған екінші рет. Ол қайтып келмейді саған. Мысалы, мен 27 жасым, екінші рет маған қайтып келмейді. Сен годовой планың жоқ болса, квартальный планың болмаса, не үшін жұмыс істеп жатсың деген сұрақ келеді да. Менде осындай. Сондықтан нақты қаржылық мақсат болу керек. Мен мынанша теңге оборот жасағым келеді, мынанша теңге по чистой прибыли, мынанша теңге по капитализации, мынанша процент по рентабельности деп. Егер ондай пландар болмаса, сұрақ, сіз просто қайыққа отырып алады адам. Сөйтеді да, мынау қайыққа апарса сол жаққа апарады дейді да, бірақ сен қайда барасың? Корабльға отырып алады, бұрынғыдағыдай. Кристофор Колумб
не дейді, Индияға барам деп жаңағы неден шықты емес па, Мексиканың түбінен шықты мысалға да, анау Америка континентінен бірақ шықты мысалға. Хотя неге олай болды? Өйткені оның бағытын тура апаратын навигациясы болған жоқ, GPS болған жоқ. GPS болмаған екен, навигациясы болмаған екен, ол Индиядамын деп какой-то индейецтерге барып қалды. Поэтому біз оларды индейцы деп айтамыз. Аналарға деп жүгіретін деген сияқты. Айтайын деген, GPS-ің, навигацияң болмаса, онда осылай индейец болып кетуің мүмкін да. Сондықтан өзіңіздің бүгін, мысалға осы видеодан кейін сұрақ қойып, былайша айтқанда, біздің кім айтқан, атасының басына жұмыс істеп жатырмын ба мен? Мен не істеп жатырмын вообще? Күнім не үшін арналып жатыр? Мына күн, мына жыл қандай мақсатқа жұмыс істеп жатыр деген сұраққа жауап беру маған өте қатты ұнайды жеке өзіме. Жылдық мақсат қоясың, ол мақсаттың ішінде өзіңнің кайфыңды, қыдырысыңды, жаратуыңды, инвестицияңды, отбасыңмен саяхатқа шығуыңды бәрін жоспарлап, сөйтіп жаңағыдай командаңа беретін бонустарыңды, не дейді ана, өзіңнің клиенттеріңе беретін поощрение, яғни сыйлықтар беретін болсаң, умраға саяхат деген сияқты, соның бәрін жоспарлап, зерттеп, зекетіңді заранее жоспарлап, сөйтіп пландағап, және сол бойынша планмен жүрген қандай керемет. Және сол қабілет, пожалуйста, болады. Стратсессия деген заттар болады, мысалға жасасаңыздар болады, мен кеңес беремін. Ақша адам көп тапқысы келеді. Не үшін? Өйткені потребитель, яғни потребитель дегеніміз тұтынушы. Тұтынушыны мен былай елестетемін. Аузы дәу бір құбыжық. Бір мультфильмдерден көреміз ғой біз. Аузымен қап бәрін жұтып кете береді, и барлығы одан қашады. Неге? Өйткені ол жүрген Армагеддон, яғни конец света. Бүкіл нәрсені анау ішіп жеп тастайды, тауысып тастайды, бітіріп тастайды. Соңынан одан тек қана күл мен мусор атқот қалады да, өнбейді нәрсе. Сондықтан тұтынушы позициясына болғың келмейді, яғни проценттік мөлшерінде. Яғни біз тамақ жейміз, базар жоқ. Бірақ сен өзіңде тұтынатыннан бөлек көбірек нәрсені өндіру керексің деп ойлаймын. Сол кезде бұл өмірде береке көбейеді деп ойлаймын. Енді ол нәрсе не дегеніміз, тапқан табысың бәрін сен тұтына беретін болсаң, яғни тамаққа, киімге, қыдырысқа, өзіңнің ләззатыңа және өзіңнің нәпсіңді асырауға жұмсай беретін болсаң, онда таза тұтынушы ары қарай сен эволюцияға жеткен жоқсың. И ол тұтынушы жаңа аузы дәу да, денесі кішкентай, бірақ 70% денесі аузы да. И кейбіреулерде болады қарызда жүрген адамдарға, оның аузы 110%, яғни оның денесі тек ауыздан ғана қалыптасқан. Ол тек жит жұтады, кете береді. Ал инвесторлық немесе больше созидающий, яғни қалай болады? Енді жаратушылық потенциалыңды өзіңнің, енді адами деңгейде жаратушылық потенциалыңды ашатын нәрсе ол қаржылық еркіндікке жету деп ойлаймын. Ол кезде сен ақшаны өзіңнің нәпсіңнің, өзіңнің қалауының жолында емес, өзіңнің санаңның қалыптастырған жолында жұмсау. Солай өзіңе капитал қарастырып, пассивный доходқа шығып, сол арқылы жеке уақытың босап, сол уақытыңды как минимум өзіңнің әйеліңе және отбасыңа арнап, одан кейін ғана барып бір социалдық және әлеуметтік жобаларға атсалысып, қайырымдылықпен айналысып, как минимум өзіңнің үйіңнің алдында ағаш егіп өмір сүруге болады деп ойлаймын. Ал егер де сен оның капиталың жоқ, аздан кейін жұмысқа бара беретін болсаң, сен әйеліңмен де шешетін уақытың жоқ, олармен саяхатқа шығатын уақытың жоқ, балаңның тәрбиесімен айналысатын уақытың жоқ, балаңның жиналысына қатыса алмайсың, балаңның соревнованиялар, яғни әртүрлі спорт немесе академиялық жарыстарына қатыса алмайсың, балаңмен бірге өтісетін хобби уақытың болмайды, әлеуметтік жобаларға сен қатыса алмайсың, өйткені ол ақшаны ақша алып келмейді, ақша алып келмеген не істеймін оған барып деген сияқты ойларың келеді. Сонда отбасыңа да, қоғамыңа да дым пайдасы жоқ, тек қана жей беретін ауыз болып қалып кетесің деп ойлаймын. Енді бұл да үлкен тема, негізі ойланатын, енді сәл сараптамасы бар адамға жетеді деп ойлаймын. Дальше, 7-ші. Сенің ақшаң, философияң, сенің өміріңнің көрінісі. Иә. Ақша туралы убеждениялардың ақша дәл солай жаратуға алып келеді. Жаңағыдай ғой, дерзкий машина мініп алам, дәу зәулім үй салам деген әңгімелер сол потребительдердің максималистік ойлары да. Қымбат машина алу, үлкен үй салу деген. Ары қарайшы. Ол үйді кім асырайды? Ол машинаны кім асырайды? Алдың еще. Ол машина ескіреді, үйіңді быт шыға бастайды. Оны сен қалай қамтамасыз етесің? Қайтадан жұмыс істейсің ба? Сөйтіп қайтадан одан сен үлкен үй салу керек па? Короче, бессмысленно, не да? Тупой тупик. Қинала беретін жол. Сондықтан мен ойлаймын, ақша не үшін керек? Өзің ұятыңмен, өзің эгоңмен жұмыс жасап,
өзіңнің капиталыңның аз мөлшеріне ғана өмір сүру. Қазір менде осы үйімнен басқа өзім иемденген ешқандай дүнием жоқ. Яғни машинам жоқ, қымбат сағаттарым жоқ, қымбат бір өзім киетін киімдерім жоқ, өзім қолданатын оборудование жоқ. Бүкіл менің ақшам оборотта, яғни өзімнің оборотында немесе басқа біреудің оборотында. Как инвестор, доля сатып алушы немесе доля иемденуші адам ретінде бүкіл ақшам сонда кеткен. Сонда мен тек қана өз үйімді ғана иемденем, бірақ үйімнің өзі де маған капитально выгодный, яғни жылына қанша ақша жейді, қанша ақша бермейді, бірақ инвестициялық түрде по-любому маған плюста. Сондықтан бүкіл ақшам маған жұмыс жасайтындай қылып мен жасағанмын. Бірақ қымбат машина міну, шетелдерге қымбат шетелге бару деген нәрсе, мен ойлаймын, әлі де маған ерте. Қазір сынып кететін болсаң, болды, короче, средний звенода қалып қоясың. В общем, сол. Келесі. Бай мен кедей ол бір нәрсені әртүрлі елестетеді, әртүрлі көреді. Бай адам ойлары, мақсаты басқа, кедей адамдікі совсем басқа. Сол себепті кітаптар оқу, кинолар көру, байлықтың шынайы түрде не екенін білу оның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Көп адам байлықты сол үймен, пәтермен және көлікпен теңестіреді. Күшті киіну, деріске очки болса, қымбат парфюм сеу болса, күшті болып көрінсе, фотода әдемі көрінсе, қымбат ресторанда бір тамақ жесе деген сияқты. Бұл өтірік. Бұл тек қана алдамшы, успешный успех, лишь оболочка, яғни не дейді, қабық, который ішінде шірік. Енді ауыр айтсам кешірім өтінемін, бірақ өзім үшін сондай. Өзімнің осылай жүргім келетін ойларына осындай көзқараспен қараймын, яғни деген сияқты ше, ол жақсы емес деген сияқты. Дальше. Адамның, яғни мына нәрсе бар. В чем смысл, если ты прав, если ты умный, но ты бедный? Типа, ақылды болып, бірақ кедей болғанның ешқандай мағынасы жоқ деп ойлаймын. Ол ақылдың саған ешқандай пайдасы жоқ деп ойлаймын. Сондықтан ненің дұрыс, ненің бұрыс екеніне мән бере бермей, просто ақша тапсайшы. Ешкімді сараптамай, өмірдің мағынасын, туралығын зерттемей, ғалым емессің ғой сен. Ақша тауып көр, одан кейін ол нәрсеге басыңды ауырту вообще қызық емес болып қалады. Тағы бір өзекті мәселені айтқым келеді. Қазір бір қазақ тілін агрессивті түрде насихаттау әжептәуір модаға айналып кетті. Соған байланысты өзім пікірмен бөліскім келеді. Мен қазақша сөйлеймін, қазақ тілін сыйлаймын, құрметтеймін. Мен орыс тілін 9 класста үйренгем. 11-ді бітіргеннен кейін ағылшын тілін үйренгем, басқа тілдерді білмеймін. 9 сыныпқа дейін мен орысшада сөйлей алмайтынмын. Және соңғы Магнумның историясы болды, оның алдында Тануки деген жер болды. Тағы да қаншама жер болды ғой. Choco Life, Choco Family ма, сол компанияда Рамиль Мұхараповқа хейт болды. Қазақ тілін менсінбесеңдер, құрыңдар Қазақстаннан деген сияқты. Мен былай ойлаймын. Абай атамыз айтқандағыдай, біреуге сөзің жүрсін десең, билігің болсын, не байлығың болсын дейді. Ал біздің Қазақстанда өкінішке орай GDP per capita деген термин бар. GDP per capita дегеніміз Қазақстанның обороты вообще, ВВП-сы халық санына бөлген кезде біз бай, дамыған мемлекеттер қатарына кірмейміз өкінішке орай. Және басқа ұлт тарапынан, өзіміздің елдегі адамдардың тарапынан тілге деген құрмет корреляция жөнінен азая береді. Неге? Өйткені қазақстандықтардың әл-ауқаты жылдан жылға кедейлене береді. Қазақстандағы қазақ тілі қазақтардан басқа көп адам керек емес деп қойды. Енді осыған басы бір аналогияны келтірейін. Бәріміз мектепте 3 тілді қазір заң шыққан. 3 тілді тіл оқу керек деген. Соның ішінде қазақ тілі түсінікті, енді өзіміздің ана тіліміз, оны оқу парыз. Екіншісі орыс тілі және ағылшын тілі. Неге екеуін заңды түрде біздің оқу бағдарламамызға бекітіп қойған? Өйткені екі мемлекетте біз үшін авторитет. Үлкен, мысалы Ресей біз үшін авторитет, олардың геосаяси нормаларына біз келісу керекпіз. Содан кейін орыс тілін оқимыз. Өйткені орыс тілін білмесек, бізге сауда-саттық жүргізу, олармен қарым-қатынас жасау қиындайды. Ал олармен қарым-қатынас жасауға біз тәуелдіміз. Өйткені олар бізден алпауыт.
Сол сияқты ағылшын тілі Америка, Британия, Канада, Австралия деген сияқты алпауыт мемлекеттердің тілінде сөйлемесек, олармен қарым-қатынас құрастыра алмасақ, бұл әлемде біз шеттетіліп қаламыз. Соны біле тұра, олардың условиясына, яғни олардың шарттарына біз дағдылануға мәжбүрміз. Сондықтан сіздің өзіңіздің тіліңізге жан ашса, мен ойлаймын, комментарийда тілмен қазақша сөйлеңдер деген өтірік патриотизмнан қарағанда, сен сәл қалталы болсаң, қаржылай тәуелсіз болсаң, қасыңда қарамағындағы адамдар сенің тіліңе өздерімен өздері бейімделеді. Сондықтан қазақ тілін модаға айландырғымыз келсек, бірінші очередьте мен ойлаймын, адамдардың валютасы не? Яғни олардың қызығатын, көзіне түсінетін нәрсе ол доллардың знагы да. Тың етеді, адамдар соған қызығады. Еген сол долларға иемденуге, соның бір бөлшегінен дәм татуға адамдардың ниеті оянған кезде, оның шарты қазақ тілінде сөйлеу болса, сен оған қазақ тілін меңгер деп айтпайсың. Өзі сені удивлять ету үшін, сені таңғалдыру үшін, сенімен сөйлесу үшін, өзі сәлем, қалайсың деген сөздерді жаттап алып сөйлеп келеді саған. Сондықтан мен ойлаймын, талап ету, дұрыс, ол жақсы. Екінші жағынан, қаржылай біз кедейлене беретін болсақ, ертең біздің тілді ешкім менсінбейді, сөйлегісі демейді, бір жерде қыстырмайды. Өйткені біздің ешқандай бұл әлемде экономикалық орнымыз болмайды. Енді мен жеке пікірім осындай. Сондықтан мысалға Magnum компаниясы бар, басқа да бір, енді атын айтпай қой, неше түрлі компаниялар бар дейікші. Олар өздерінің бизнестарын алып келіп, бізге Қазақстанда жүргізіп жатыр. Соның иесі басқа ұлт иесі, ал оның ішінде жұмыс жасайтындар қазақтар да. Сол кезде бәріміз айтамыз, ойбай, өйстіп жатыр, сөйтіп жатыр. Бұл бірінші очередь біздің кінәміз. Неге біз сондай сауатсызбыз? Какой-то көшеден келген біреу бізге бастық болып жұмыс береді, айлық аламыз, а ол байып отырады деген сияқты. Сондықтан патриоттық сезім болатын болса, сол бизнес моделіне қарағанда біздің бизнес модель тиімдірек болып, оны конкуренциядан сығып тастайтын болсақ, олар ертең бізбен жарысу үшін қазақ тілін меңгеріп кетеді және қазақ тіліне сыйластық көрсетеді деп ойлаймын. Қазақ тілі мәдениетпен ашылған бизнестер өзінің тиімділігін көрсетіп, олар одан да көп ақша тауып кететін болса, бәрінің де қазақ тіліне деген махаббаты немесе сыйластығы артады деп ойлаймын. Сондықтан именно қазақ тіліне әсер бергіңіз келсе, өзіңіздің үйіңізде, өзіңіздің қарамағыңызда қазақ тілінен жанашырлығыңызды танытқыңыз келсе, мен ойлаймын, сіз бай болу керексіз. Ал егер де сіз өзіңіз елестетіңіз, бұндай өмір бойы қарызға батып кеткен, черный спискта жүрген, кәсібінде сәтсіз, ақша табысы төмен, былайша айтқанда неудачник дейді ғой, короче, бір неудачник болып, бәрін қазақша сөйлеу керексіңдер, ата бабамыздың тілі деген әңгіме айтатын болсаң, ешкім сені пысқырмайды ғой. Олар не дейді? Осындай бір әртүрлі, қалай айтсам, басқа тілде сөйлеп, бірақ өмірден ләззат алып өмір сүріп жатқан адамның сөзін тыңдап кетеді, соған еліктей бастайды. Сондықтан давайте, бауырлар, хандар, андай дұрыс патриоттық өзгеріс көрсетейік. Андай деструктивный емес, яғни қалай, бұзушы емес, жұмыс орындарын давай бойкот қойып тастайық, ол бизнес өліп қалсын, оның ішінде қанша мыңдаған қазақтар жұмыс істейді. Олар өліп қалсын, мыналар тапит етіп тастайық, мыналар комментарий жазып тастайық деген нәрсемен емес. Наоборот, дұрыс үлгімен көрсете алсақ дұрыс болады деп ойлаймын. Енді бұл менің пікірім, қолдасаңыздар өз ойыңыз, қателескен болсам, егер басқа да бір тарихи факторларды немесе басқа да бір аргументацияны ескермеген болсам, онда да өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Маған да мысалға неше түрлі литература, яғни әдебиеттермен танысу, оның ішінде бизнес әдебиет бар, оның ішінде художественный литература деген қалай болады? Көркем әдебиет оқулары, ғылыми деректерді оқулардың барлығы ешқайсысы мысалға мен қазақша таба алмаймын. Қазақша кітаптың аударылып бастағанда бір 2-3 жыл болды да, мысалға өте керемет проекттер бар, мысалға кітап ал, мазмұндама деген сияқты. Мысалы өте қатты ризамын, күшті бизнестер жасап жатыр. Осындай проактивті, осындай конструктивті, осындай жаратушы жаңа бір серпін беретін идеялармен жасаған проектлер ойлаймын қазақ тіліне мықты не береді, импульс береді. Соның ішінде музыка да бар, оның ішінде ғылым да бар, оның ішінде осындай бизнес, қаржы, сауаттылық бойынша заманауи ақпараттар да. Мысалы, мен сіздермен бөлісіп жатқан ақпараттың ешқайсысын мен қазақ тілінде алмағам. Ешқайсысын қазақ тілінде алған ақпаратым көбісі мынадай болған: тапқан ақшаңды жарат, қымбатқа сатып ал, крутой машина алсаң да кредитке алып ал деген әңгіме айтқан. Сонымен де жүрдік кезінде. Бірақ кейін американдық, орыс немесе осы европейлық мамандардың кітаптарын және олардың
осындай сабақтарын көргеннен кейін менде түбегейлі фундаменталды өзгерістер болды. Сондықтан басқа тілдің бәрін білейік, енді өзімізді құрметтейік және құрметімізді тек қана осындай комментарийде бүйту керек, сөйту керек деп біреуді өлтіріп тастау керек немесе тапитеп тастау керек емес, наоборот дұрыс үлгі көрсету арқылы пайымдайық және оны насихаттайық деген пікір айтқым келеді. Тағы бір нәрсемен бөліскім келеді. Енді көп жағдайда қарапайым отбасынан шыққан адамдарға баю процесі әлдеқайда қиын, өйткені Руслан Берденов ағамыздың айтқан сөзі бар еді. Кедейлердің арасында бай болуға ұяласың деген. Яғни сенің өміріңде жақсылық көбейіп кетсе, яғни сенің табысың өсіп жатыр, шетелге шығып жатсың, жақсы бір отбасылық сәттерді өзің басыңнан кешіп жатсаң, міндетті түрде басқа бір туысқаныңнан, бұрынғы бір танысыңнан, кластасыңнан бір жағымсыз нәрсе келеді. Көр алмаушылық болуы мүмкін, немесе бір өзінің өміріндегі проблемасының жауапкершілігінің жартысын сізге ілгісі келуі мүмкін. Әртүрлі. Сол кезде басқаларда өмір жаман екен, адамдар қиналып жатыр деген сияқты депрессиялық ойларға кіріп кетуге болады. Осындай кезде мен қалай жасаймын? Мен былай нәрсе бар маған. Өмірде жамандық жетеді деп ойлаймын. Яғни в мире зла хватает. Өмірде жамандық жетеді. Іздеген адамға. Жақсылық та жетеді іздеген адамға. Сондықтан не іздейсің, сол нәрсені табасың деп ойлаймын. Қандай да бір жамандық келіп жатқан болса, мен оған мән бермеуге тырысамын, өйткені жамандыққа фокус бөлсең, ол нәрсе көбейе бастайды. Негативный эффект па, негативный бір нәрседен кітап оқып едім, сол кезде айтады. Негатив туралы айта берсең, ол көбейе береді. Мысалға, менде де көп адам стористерімді қарайды, блогымды қарайды, сол кезде жазып жіберді, бүгін братан, саған кайф деген сияқты, андай бір типа өміріңде қиыншылық жоқ қой деген сияқты. Өйткені мен солай көрсетемін, бірақ қиыншылық менде жетеді. Қиын вопростар болып жатқан нәрсе жетеді. Командада отырып өткен аптада болған неше түрлі жағдайлар бар. Бірақ олар туралы мен ныть еткім келмейді. Яғни мынандай болды, адамдар бүйтіп алдап кетті, сөйтіп кетті, бүйтіп кетті деген әңгіме айтқым келмейді. Өйткені ойды айта беретін болсаң, сондай нытик проблеманы өміріне шақырып, проблемасын осындай магнит болып жүрген адамдар саған жабысады деп ойлаймын. Сондықтан мен өмірімде өзім жамандықты болып жатса да, оны мойындамаймын, қабылдамаймын, өз өміріме кіргізбеймін. Жұмысымда проблема болып жатса да, мен үйге келіп алып, сол жұмысымдағы проблеманы келіншегіммен балама шашпаймын. Ол жұмысымда болып жатыр, менде емес. Жұмысымды өзгертуге болады, мен өзім қалпымда қаламын. Деген сияқты пікірмен жамандыққа мен өзіме бой алдырмауға тырысамын. Сол сияқты сіздерде жұмыста жүргенде, кәсіпте жүргенде проблема жетеді. Ана клиент битті, прикинь, тупой екен, мынау бастық сөйтіп жіберді, мынау поставщик лақтырып кетті, анау бүйтіп кетті деген нәрсеге көп маңыз бермеңіз. Өзіңіздің полеңізді, яғни алаңыңызды тазалап, жаман сөздерден, ғайбат сөздерден тазалап, осылай жүргенге не жетсін. Сондықтан жақсылық іздеуге тырысайық. Ақшасы бар болып та, отбасылық өмірінде бақытты болып, басқаларға тәкаппарлық көрсетпей, шынайы мұсылман болып, зекетін төлеп, шетеліне шығып, білім алып, денсаулығымен айналысып, басқа да қайырымдылық жобалармен айналысып, өзінің отбасына өте мейірімді қарайтын, көп ақша тапқаннан кейін еріншектігі артып кетпей, наоборот, оған дейін де продуктивті жұмысы артып кетіп, дамып жатқан адамдар да бар, жоқ емес. Сондықтан көбісінің ойы қандай болады? Көп ақша тауып кетсем, күйеуімді менсінбей кетем, көп ақша тауып кетсем, кәпір болып кетем, көп ақша тауып кетсем, құртылып кетем, намазын тастап кетем. Келіншектерді ойлауы мүмкін, көп ақшада күйеуім тауып кетсе, екінші қатын алып алады. Олай да емес. Бір әйелмен де ақшаны көп тауып та бақытты өмір сүріп жатқан жақсы отбасылық үлгілер көп. Өзімнің бір жазып қойған соңғы бір ойым бар еді, мынандай. Кез келген байлық, ол адамдар ойлайды, бай бола берем, күшті бола берем деген сияқты, маған мынандай түсінік келді. Кез келген байлық және байлық өскен сайын риск, яғни риск дегеніміз қалай? Мен всегда бір мысал келтіремін. Бір адам 5 миллиард дүниесі бар дейік. 5 миллиард дүниесі бар. Енді 5 миллиардты ол қалай сақтайды? Үйіндегі бір шкафта сақтамайды, ол шкафқа сыймайды да, тем более. Оны ол қалай сақтайды? Бір жерден жер алады, бір жерге акция алады, бір жерден компанияның долясын алады, бір жерде заводы болуы мүмкін, бір жерде фермасы болуы мүмкін. И получается, ол 5 миллиардты бөліп шашады. Фермасы жанып кетуі мүмкін,
малдың бағасы құлап кетуі мүмкін, завод өшіп қалуы мүмкін, немесе заводы техникалық безопасность техникалық қауіпсіздік сақтамаған екен, ол жанып кетуі мүмкін, жарылып кетуі мүмкін, немесе оның продукциясы басқа жерде арзан сатылып, ол сатылмай қалуы мүмкін. Үйлері болуы мүмкін, ол үйлер жер сілкінісінен құлап кетуі мүмкін, немесе ол үйлерге спрос құлап кетуі мүмкін, жанынан мусордың иісі шығып, немесе кезінде оказывается ол жерде адамдардың сүйегі табылған болып, оның бағасы құлап кетуі мүмкін. Тоже сол сияқты мысалы неше түрлі біреулер жақсы бір үй алған, бірақ сол кезде сол үйдің жанынан не знаю, притон ашылып, оның ішінде жезөкшелер көбейіп кеткен, содан кейін ол район тартымды болмай қалған деген сияқты түрлі рейтингтердің кесірінен ол үйдің бағасы құлап кетуі мүмкін. Ары қарай акциялар сатып алған, осы Дональд Трамп сияқты адамдар келіп, акцияларды бұрқ етіп құлатып, оның ақшасын ұтылып қалуы мүмкін. Соответственно, 5 миллиард дүниесі бар адам, ол 5 миллиардтың рискін көтеретін адам. Яғни оның тәуекелін көтеретін адам. Сондықтан сізде ары қарай байи берген сайын, сіздің 100 миллионыңыз болсын, 500 миллионыңыз болсын, ол 500 миллион сіз қалтаңызға сыйғыза алмайсыз. Оны әртүрлі актив түрлерінде сақтайсыз. Сәйкесінше әртүрлі активтер өзінің рисктері бар. Және сол 500 миллион болсын, 100 миллион болсын, сол 100 миллионның рискін, тәуекелін көтеруге дайын болыңыз. Получается, мен ақшаны табам, бай болам, и менің ақшам гарантированно маған бір нәтиже алып келеді деп ойласаңыз, ол өтірік. Ондай нәрсе жоқ. Одан кейін ол байлықта не болады? Байлық өскен сайын оның сұрауы да көбейеді. Яғни айтады, судың да сұрауы бар деген сияқты. Богатение бұл көбейген сайын оған спрос та көбейе бастайды. Неге? Мысалы, сіздің ақшаңыз жоқ, бір жақыныңыз қиналып жатыр. Енді өзінің себептерімен қиналып жатыр. Сыртқы себептермен емес, өзінің еріншектігінің кесірінен, өзінің қабілетсіздігінің кесірінен, немесе өзінің уақытты жіберіп алғанның кесірінен қиналып жатыр дейікші, қаржылай. Сізде ақшаңыз жоқ. Сізге ешкім келіп үкім айтпайды. Сен неғып ана адамға көмектеспедің деп. Бірақ ақшаңыз көбейсе, ондай мін айтушылар, ондай сізге өмірді үйретушілер өте қатты көп болып кетеді. Сол кезде сізде өзіңіздің шешімдеріңізге және өзіңіздің финансовый, қаржылай стратегияңызға берік болу өте қатты қиын. Оның ішінде газлайтинг деген нәрсе болады, victim blaming деген нәрселер болады. Ол деген нәрсе сені өзің, сені есінен ауған психикалық расстройствосы бар адам қылғандай таныстырып жібереді. Сен өзіңе өзің күмән тастайсың. Мен не болып кетті деген сияқты. Сондықтан ондай адамдар көбейе бастайды. Сол кезде оларға төтеп беру, аймына ұрсып төбелесіп, сен тупой малсың, ондай нәрсемен емес. Аймына логикалық түрде ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігіне дұрыс сараптама беріп, өз пікіріңде берік болуға өте мықты ішкі тірек керек. Внутренняя опора дейді. Сол нәрсе болмаса, ақшаның лезде айырыласың. И сізге келетін, соны естіген, соны сезген, грубо айтқанда, паразиттер жаныңыздан лезде пайда болады. Звондамайтын адам звондап кетеді. Жазбайтын адам жазып кетеді. Жақсы сөз айтып жүрген адам жаман сөз айтып кетеді деген сияқты момент лезде пайда болады. Және байлық көбейген сайын екі нәрсе көбейеді. Біріншісі сізді жақтаушылар, екіншісі сізді жамандаушылар, болмаса хейт жазушылар, хейт ететін адамдар лезде пайда болады. Жаңа айтқандағыдай, хороший парень не профессия, бәріне ұнау мүлде мүмкін емес. Сіздің просто бай болғаныңыз үшін біреулер жамандай бастайды. Оған дайын болыңыз. Анау бай, бүйтеді, сөйтеді деп өзімен өзі жақсы араласып жүрген адам сіз жамандай бастайды. Мен енді көп ондай нәрсені көрдім. Басында түсінбейтім, даже мен басында ана жақта болдым, яғни байлар жамандап жүргенше, анау түсінбейді, мынау тупой деген сияқты. Кейін енді өзіңде сол адамның кейпіне түсе бастаған кезде, енді мен айтпаймын өзімді баймын, мен байлықтың түбіне жеттім емес. Мен сол баю жолында келе жатқан кезде осындай картинаны көрдім. Және бүгінгі күні кеше, бүгінде сол картинаның көрінісімен, немесе сол картинаның маған деген әсерімен өмір сүріп келе жатырмын. Өзіңіз білесіз, қоғамда да бір ойлар бар, қандай бай болса ұрлаған, жеген, бай болса ұятсыз тәкаппар, бай болса болды, анаған көмектеспей ма,
ауылға неге ақша салмайды, ауылдың балалары бар ғой, соларға көмектеспей ма деген сияқты өзімен өзі хейт келеді. Бірақ өзінен сұрасаң, сен ауылыңа қанша теңге салдың десең, мен просто анау ғой деп әңгіме. Ол сөз әрдайым болады. Ол сөз болу заң, яғни закон такой. Ол сөз болмаса, значит, сіз байып жатқан жоқсыз. Келесі нәрсе, сондықтан айтады оны нелерде, көз тиеді, сөз тиеді деп. Ол айтатын рас. Өйткені өзің жаңағы жақсы ниетпен жасасаң да, басқа адамдар көзін тигізеді, немесе бәрібір де сөзін тигізеді. Және егер де сіз сол сөзге де, көзге де төтеп бере алатын, Алланың қалауымен сол нәрсеге қарсы келе алатындай ішкі жауынгерлік сезіміңіз, қорғаныс қабілетіңіз жетсе, сіз бай аласыз. Егер жетпесе, онда сіз шайнап тастайды. Қалай, пайдалы болып жатыр ма? Осы жерде өзіңіздің пікіріңізбен тағы да бөлісіп қойыңыз. Енді мен финальный блок деп қойып, мынандай соңғы блокпен бөліскім келеді. Бұл жерде мынандай сұрақ қойды. Егер мен қазір нөлден бастасам, не істер едім деген. Шын айтайын, нөлден бастауға дым желанием жоқ. Өйткені ол жол менің есімде. Күні кеше деген сияқты не нәрседен өттік, келіншегімізбен осы туралы көп сөйлесеміз. Вообще желанием жоқ, короче, ол жаңадан жүруге. Өйткені өте қиын. Өте қиын, эмоционалды түрде де, физикалық түрде де өте қиын. Осы жерде сұрақ, егер қазір қолымда 500 мың теңге болса, не істер едім деген. Көбірек табыс табуға арнайтын едім. Көбірек табыс табуға, білім алуға, именно білім сату бойынша кітаптар оқуға, курстар өтуге арнайтын едім. Енді көп адамдар бар, қазір түсінбеймін, курс ала беретіндерді, бір нәрсе дейді. Онда сен Гарвардты түсінбей ақ қойсай, онда адамдар атасының басына Гарвардқа барып жатыр ма онда? Не үшін Оксфордқа барады адамдар не үшін Лига Плющаға барады, не үшін олар жоғары оқу орындарына барады? Дәл сол тема ғой. Адамдар ақыл іздейді, білім іздейді, практикалық ақпарат іздейді, теориялар оқиды. Барасың сен неше түрлі бакалавриатты оқитын тек теория ғой. Соған сен ақша төлейсің, соған сен бір үмітің болады, ертең жұмысқа тұрамын деген сияқты. Жұмысқа тұру үшін не үшін жұмысқа тұрасың? Жұмысқа просто тұру үшін ба? Ақша табу үшін емес па? Білмеймін, ақпарат бар. Онда ешкім университет оқымай қойсын. Онда ешкім ешнәрсе оқымай қойсын. Бәріміз онда Википедия оқып жүре берейік онда, YouTube тыңдап. Что за тупизм? Сондықтан ондай маразм ойларға беріліп қоймаңыз, всегда курс оқу керек. Мен ойымша сондай. Мен мысалға қазіргі предоплат жасап қойдым. Төрті ма еді? 4-5 күні Новотельде, Алматыда осы жерде бір обучение болады. Сол обучение жазылып қойдым, мысалға. 30 күні менде операция болады. Операция болғаннан кейін аузымда кәдімгі маскамен план бойынша сол обучение өтем деген уже жоспарым бар. Енді болды ғой, мен ақша тауып қойдым ғой, не істеймін мен? Болды ғой, не істеймін деген сияқты олай отыруға болмайды. И ол курс сатып жатқан адамда әжептәуір тупой адам емес. Сондықтан ондай бір шектеуші ойдың құрбаны болмаңыз. Егер де действительно адам сапалы білім иесі болса, және сол сапалы білімнің құнын өзі бағалап тұрған болса, және соның сіз біліміне мұқтаж екеніңізді біліп тұрсаңыз, онда ондай ойлардың құрбаны болмай, барып курс, ақпарат, консультация, кітап оқу мұсылман мен парыз деп ойлаймын. Кім қалай ойласа ойлай берсін, маған да неше түрлі хейттар нелер келеді. Түсінбеймін, оқу керек деп ойлаймын. Оқымай байыдым деген адамдардың барлығы өтірік айтады. Олар оқыды, просто бұл форматта емес. Ағасы болды, немесе бір кісі болды, который инфобизнеспен айналыспайды, например, барады, бірақ баняда сабақ алуы мүмкін, шай ішіп сабақ алуы мүмкін, үйіне қонаққа шақырып сабақ алуы мүмкін, бір жерде жеке кездесіп сабақ алуы мүмкін. Бірақ ол сабақты алады ол. Алмаса өспейді ешкім. Өйткені ешкім біліп тұрмайды. Сондықтан мен бірінші очередь көп ақша табуға, және көп ақшаны бірінші дұрыс бизнес модельмен, продуктовый линейкамен, сату воронкасымен, оргструктура, команданың оргструктурасымен айналысатын едім. Осы нәрсені меңгеруге 500 мың теңге плюс үстінен басқа бірден қарыз алып болсын оқитын едім. Өйткені қарызды мен 1 жылдың көлемінде қайтарамасам, 3 жылдың көлемінде точно қайтарасың да. Өйткені сен аздан кешкен жұмыс істейсің. Обратно не үшін жұмыс жасайтынын білесің. Заранее 1 жылдық, 2 жылдық, 3 жылдық жоспарын құрастырасың, сонымен жүресің. Бір нәрсе жүзеге аспау мүмкін, 2 нәрсе жүзеге аспау мүмкін, бірақ 3-ші нәрсе точно жүзеге асады. Сонда менде қазір $1 миллион жоқ болса, білім алу, білімсіз
бүкіл әрекетің бос. 5 жылдан кейін өзіңнің әрекетіңнің қате болғандығын және сені ол қораға алып келген немесе ешнәрсеге алып келмегенін аңғару өте үлкен ауыр сезім. Нафиг так страдать. Мен ойлаймын, білім алу ол основа основ. Білім болмай сен дұрыс әрекет жасай алмайсың, әрекетің бәрі бос. Білім болса сен уже қай нәрсені қай моментте жасау керектігін білесің, өзің жасай алмасаң да мамандарды жалдайсың. Өзің оны жасап көрмеген болсаң да, қате істеп жатсаң да, ары қарай жалғастырудың мағынасы бар екендігін көресің. Сәйкесінше қате әрекет жасасаң да, оны дұрыстайсың. Ал білмесең, бір нәрсені әрекет жасап алып, ол қате шықса, деп келесен секіріп, басқа нәрсемен істей бастайсың, ал бірақ ұзақ мерзімді сені тек қана убыток пен қарызға алып келеді. Сондықтан білім алу ол основа. Сондықтан мен сізге айтамын, жаңа айттық қой осы подкасттың басында, $1 миллион жету, ол дегеніміз не? Орташа қазақстандықтардың жасы 32-де. Орташа долларовый миллионерлердің жасы 57-де. Қазақстанда 44.500 доллар миллионер бар. $1 миллион бар адамдар да. $1 миллион, кемінде $1 миллион. Ол Қазақстанның 0,22%, яғни 0,2%. Даже 1% адамда $1 миллион жетпейді. 57 жасында. Типа 0-ден бастайды, 18 жасында жұмысқа кіреді, мындан официант болсын, біресе болсын. И ол тағы 40 жыл жұмыс істейді да, $1 миллион жетпейді. 99% адам. 99,8% адам дейікші, ладно. Сонда 0,2% қазақстандықтардың нормасына кіргіңіз келсе, онда 99,8% адам білмейтін ақпаратты, стратегияны, қабілеттерді меңгеру керексіз деп ойлаймын. Сұрақ қояйық. Кім байығысы келеді деп сұрақ қойсаңыз, 100 адамның 99 точно көтереді. Бірақ 100 адамның 99-ның ешқайсысы немесе 98 кемінде оған сәйкес амалдарды, білімдерді меңгергісі келмейді. Сонда сіз 99 адамның бір адамы болу керексіз деп ойлаймын. Ары қарай кете бересіз, солай өзіңізді өсіресіз деп ойлаймын. Ал егерде жаңағыдай бір какой-то диванный эксперттердің бір, мен былай айтамын, скептик отрицальщиктер, яғни кез келген нәрсені жоқ ол істемейді, жоқ ол мүмкін емес, ол нереально деген сияқты кез келген нәрсені турап тастай береді, кесіп тастай береді, болмайды, ол нереально, қиын, жүзеге аспайды деген сияқты скептик, еш нәрсеге сенбейді, ешқандай, он орысша айтқанда не верит в святость, яғни ешқандай қонды нәрсеге сенбейді, бәрі быт-шыт, бәрі мусор, бәрі боқ деп ойлайды ол. Ондай адамдардың пікірін тыңдай бермеңіз. Bir нәрседен бір нәрсе өндіруге болады. Жамандықтың да артына жақсылық та болуы мүмкін да. Сол себепті қонды нәрсеге, жақсы нәрсеге сену өте пайдалы деп ойлаймын. Екінші, қандай нәрсе жасамас едім? Күтпейтін едім. Яғни, ертең мен ақша жинап аламын, ертең мен опыт жинап аламын, ертең 30-дан асам, балам туылып алсын, үйленіп алайын, бір рет саяхатқа барып келейін, сәл күте тұрайын деген нәрселер тежейді. Қалай жасың 50-ге 60-ға келіп қалғанын байқамай қаласың. Мен ойымша сондай. Қазір соңғы 1 жылыммен қалай өтіп кеткенін білмеймін. Енді көбінде өйткені скучный нәрселер, қайталанбалы нәрселер, жұмысқа барасың, келесің, істейсің, инвестиция жасайсың, осылай өте береді и білінбей қалады. Сол сияқты мен күтпес едім, және бүгіннен бастайтын едім. Яғни баю ертеңнен басталмайды. Дәл қазіргі моменттен басталады. Бүгіннен де емес даже, прям қазір. Сен қазір істейсің соны. Получается, мысалға, кім-де-кім, енді осы видеода мысалы пайдасы болсын, кім-де-кім, мысалы, менен немесе менің командамнан консультация немесе трансформация сияқты курс оқып келетін болса, планда жүрген болса, бірақ постоянно сыртқа қалдыра беретін болса, дәл қазір нәрде номер қалдыра саламыз, мінекей, бісміллә деп жазыңыз, мен оқығым келеді, мен байығым келеді деп жазыңыз, хабарласайық, бизнесіңізге сараптама берейік, немесе өзіңіздің айлығыңызға сараптама бермейік, қаржылай жағдайыңызға сараптама беріп, ары қарай ортақ финансовый планды құрастыруға болады. Одан отчет санайсыз, бүгіннен бастап чичик етіп сағатыңыз жібересіз да, и болды, әр секунд сайын сіздің байлығыңыз арттыра береді да. Ал егер ол финансовый стратегия білім болмаса, әйтеуір уақыт өтіп жатады, бірақ ол нәрсе сіздің мақсатыңызға жұмыс істей ма, жаңағыдай атаң басына жұмыс істеймін деген сұраққа жауап бермейді да ол нәрсе. И келесі нәрсе, нәрде не істемес едім деген нәрсе, күтпейтін едім, получается, сразу іске асатын едім, одан кейін өмірінде қолы боққа да жетпеген, дым істемеген, дым нәтиже көрсетпеген, потенциалын ашпаған, өмір бойы
қалай айтсам, жетістікке жете алмаған адамдардың пікірін тыңдамас едім. Неге? Өйткені олардың пікірін тыңдау сізді тежейді. Лучше тыңдамай қадалған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені, яғни, былай айтады, умные люди учатся и на чужих ошибках дейді, бірақ ошибкаларды зерттей беретін болсаң, онда бір нәрсе істеуге мотивацияң өшіп қалады. Ошибки можно подправить. И после ошибок можно исправить, доработать деген сияқты. Оны ары қарай жүзеге асыруға болады, оны дұрыстауға болады, уақыты келгенде бұрап алуға болады деген сияқты нәрселер. Сондықтан ең басты нәрсе бастау, нон-стоп. Кеттік, болды, ары қарай шешіп аламыз деген сияқты. Осы нәрсе бастысы. Бірақ кейін байған сайын бұл нәрсе сізге жұмыс істемейді. Бірақ бүгін дүние байлық аз болса, қалай дейтін едім, мен күтпейтін едім. Өйткені сіз байлық деген нәрсе ол уақытпен өте тығыз пара-пар жүретін нәрсе деп ойлаймын. Получается, все показатели, яғни қаржылық параметрлер, мысалы рентабельность дейміз, пайда, таза пайда дейміз, одан оборачиваемость деген нәрселердің барлығы уақытқа тәуелді. Получается, бизнес параметрлер олар уақытпен есептелінеді. Сонда сіз уақытты күтіп есептейтін болсаңыз, онда сіздің себестоимость көбейеді, яғни көп уақыт талап етілген нәтижеге жетесіз. Қалай айтса болады? Финансовый параметрлерде уақытпен есептелінеді. Получается, егер көп уақыт оған арнайтын болсаңыз, ол сізге наоборот плюс емес минус болып қалуы мүмкін да. Сондықтан өте маңызды тиімді баю деген нәрсе осы уақытқа тәуелді. Келесі, қайда салар едім және не үшін дейді. Ақшаны, бірінші тапқан ақшамы қайда салатын едім? Мен былай ойлаймын, кемінде доллар миллионер болу үшін 15 миллион теңге ақша өзіңіздің біліміңізге, өмірлік танымдарыңызды тануға жұмсау шарт деп айтар едім. Яғни 15 миллион өзінің біліміне, өзінің өмірлік танымына жұмсамаған адам миллион доллар дүниеге жетеді дегенге мен сене алмаймын. Өкінішке орай. Неге? Адам кемінде саяхаттау керек. Адам кемінде консультациялар, аналитикалық жұмыстар, курстар, немесе кітаптар, саяхат айттым. Одан кейін бір клубтар, бизнес клубтар деген сияқты, нетворкинг сессиялар, соларға бармаса, идеяларды ол жақтан өзіне алмаса, өзімен өзі байып кетіпті, бір бұрышта отырып деген нәрсе мүмкін, бірақ ықтималдығы өте аз. Сондықтан өзіңіз примерно қазір бала базадан құрап алсаңыз болады, примерно минимальный 15 миллион. 15 миллионды бір жылда салу керек деген міндет емес, бірақ сол 10 жылдық өзіңізге қаржылай жоспарыңыз болса, бірінші 3 жылдықта немесе бірінші 5 жылдықта 15 миллион ақша өзіңізге, енді 30 доллар ғой, 30 доллар ақша салу керексіз деп ойлаймын. Оның ішіне бизнес білім кіреді, коучинг кіреді, HR білім кіреді, продажа кіреді, маркетинг кіреді, менеджмент кіреді, одан кейін барып сторителлинг кіреді, финансы кіреді, саяхаттар кіреді, консультациялар кіреді, психотерапевт кіреді. Осы прокачкаларды өткеннен кейін сізді туған анаңыз танымай қалады. Ол жаман жағынан емес, жақсы жағынан. Өйткені сіздің ойлау өрісіңіз бүкіл керекті құрал жабдықтарды алады. Сол кезде өзіңіздің анаңыздың берген тәрбиесін, әкеңіздің берген нұсқаулықтарын толық потенциалда аша аласыз деп ойлаймын. Түсіну горизонтыңыз кеңейеді. Енді қалай болады, көп адамға түсініксіз адам боласың, ол нормально, бірақ өзіңізді өзіңіз тапқандай, өзіңіздің әрекеттеріңізбен қалауларыңыздың, мақсаттарыңыздың ұштасуына жете аласыз деп ойлаймын. Жалпы менің пікірім осы. Енді тағы да көп айта берсек болады. Өз пікірлерім, бір қарасам, уже 1 сағаттан да асып кетіппіз. Өзіңізге ұнаған моменттер болса, конспектілер болса, комментарийде бөлісіп қойыңыз. Бұл жерде мен ешқалай да комментарий жазған адамға ақша беремін деп мотивация бергім келмейді. Олай адам байымайды деп ойлаймын. Біреуден ақша күтетін болса, сол секілді өзіңізге бұл видео ұнаған болса, пайдалы нәрсе алсаңыз, кері байланысқа мен сіздерді күтемін. Бұл видео ұнаса, өзіңіздің досыңызға жіберіп қойыңыз. Ол кісі бізге тіркеліп қойсын. Мен болғандарыңызға рахмет. Ары қарай видео түсірейін ба, түсірмеймін ба, әлі білмеймін. Осы видеоның сараптамасы бойынша шешеміз. Сіздермен болған Ислам Бөрхан. Бұл Соло подкаст.